Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Арсен где-то шумақтарында біз приколдар көретін боламыз. Жалқауды еще оның күшті деген просмотрлар көп, бірақ өте көп деп айта алмаймын, бірақ ол приколдарды күшті түсіреді. Ал оны бірінші ой достар, прикол болды, қалған кім болды. Барлық нәрсені білетін мамаң Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Мам, мен телефонды көрген жоқсың ба? Жастықтың астынан көрші. Мам, енді кілтімді көрген жоқсың ба? Түнде сен оны төсектің астына түсіріп ағасың. Жоқ қой мұнда. Содан кейін сен оны тартпаның ішіне салып тастадың. Мам, содан кейін сен менің панамкаңның астында тұр. В смысле? Мынау қайдан шықты? Содан кейін сенің қызың біреумен сүйісіп жатыр. Мам, енді бұл күлкілі емес, сен өтірік айтып жатсың. Ол амбалғайсамен сүйісіп жатыр. Мүмкін емес, мам, ол менің досым ғой. Сен қазір батеңнің шапалақ жейсің. А? Сені біз балалар үйіне жіберейік деп жатырық. Ой, чатас кеттің жындылар үйіне. Свой отвал төбелескен кезде Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Мен бүгін дайындалып келдім. Кел, паразам. Кел, мен сен Джеки Чан сияқты көттің бірақ айрам. Сен үйтіп менің көтімді айрам деп көкке сідік шаптырма. Мен аспанға қарап тұрып сүйсем де өзім білем. Мақұл, өзім білесің. На своим жұт қойдым. Сол керек саған. Айттым ғой мен саған дайындалып келдім деп. Сен менің қаным түштің. Ай, башың. Сен мені кім деп жүрсің? Мен шешендерді шешенің астынан алып жүрген адамым ғой. Басыңа секірем газ. Келіс жол көтіңді айырам. Қиын таңдау, Инстаграмға тіркеліп кеттіңдерші. Балалық шақ. Құмаш шеше, ақмақ сүшкі. Жасың алып тағанық қой. Ничо, махатсы будешь со мной? Жоқ. Біреу бір нәрсе десе, бірінші соқ. Балам, мен саған бір нәрсе айтайын дегем. Не айтайын деп едім, пап? Үлкендер сөйлеп тұрған кезде аузыңды жап. Хорошо, мой повелитель. В общем, сұрақ былай. Жерлай, сен мені жақсы көресің бе, әлде мамаңы жақсы көресің бе? Мама, сен неме басына шорт киіп ағасың? Просто ана орамалын таппай қойдың. Сен теманы бұрмай тез айтсашы. Мен екеуіңді де жақсы көрем. Олай болмайды, біреуің анақтанда. Биле анда-санда. Сіңіріп өтіп операциясы. Тоқта! Апаңмен бірге магазинге барған кезде Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Пап, сен қайда кетіп барасың? лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Жарайды, магазинге кетіп баратың, барасың ба? Конечно, барам. Не алып бересің? Жүр, сол жерде көре жатармыз. Аяқтағы гәләшті айтсыш. Стил ғой, стил. Ой, топас. Фотон берейін ба? Жоқ, жатып ал. Қой, машинада жатпайды шығын конкретно. Ой, құдай. Ана ремень тағып ал содан кейін. Папаның мен қаш кетқам? Көтіңе тұқ, көтіңе. Жарайды, без проблем. Қалжындайым, ош кеміз, мәш кетқасың. Пап, қара қандай әдемі келіншек. Қайс. Сендер топассыңдар ма, немен бір орында тұрсыңдар? Достар, екінші баянға кеттік. Қонақтар келген кезде 15, әпшуін басын кес. Пап, қонақтар келе жатыр. Ол вообще-то менің фразам. Онда ол фразаны өзің айт. Балам, қонақтар келе жатыр. Кім дейді қо? Үй
күтіп емес, қонақтар де, қонақтар. Маған похуй. Оттамай бар да мамаңа айт аналарды кіргізсін. Мама үшін қонақтарды кіргізе беріңіз. Ашпас бұрын бірінші шандар түсіріп шық. Өмірімнің бәрі жұмыс. Содан кейін бар да полдар түсіріп шық. Мама, қазір олардың бәрі қатық болады ғой. Мынау Амбал Васяның батясы ғой. Өйна бала қайда кетті? Кіре бер, ашық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сақалынан бас салам. Тұрған жерінде мүгедек қыла салам. Бір ауыз сөзім мөлдіреген көзім ғой, жаным. Құмаша көздері көрінбейді ғой. Айтпақшы балаларыңыз қайда? Әне, ой қызым, сенің нелі болсын, тек бош мал. Мама мен папаның танысы ғой, инстаграмға тіркеліп көтіндірші. Пап, мама екеулерін қалай таныстыңдар? Ол бұлай болған болатын. Мама екеулер... Папа екеуміз ба? Иә, қалай таныстыңыздар? Күндердің бір күнінде. Түндердің бір түнінде. Мамаңды алыстан көріп қалып жақындайым ғой. Папаңды көріп қалып қашам ғой. Қолынан ұстайым ғой. Көтенімнен ұстап алады ғой. Сосын айтам ғой, қарындас, сізбен танысуға бола ма? Сосын айтады ғой, қарындас, сізбен перс, насвай бар ма дейді ғой. Потом артында тұрған гүлді алып шығам да, мә дейм ғой. Содан кейін қалтасындағы темекіні алып шығады да, шегесің ба дейді ғой. Сонымен ол келіседі деме ала, келем вайнге салып алып кетем оны. Потом мен анандай бір шоқыған ба салып алады да, алып қашып кетеді ғой. В общем, осылай танысқан болатынбыз. Шеше, сен қайсына сенерін білмей қалдым ғой? Дарын, насвай деген не? Атай, қазақ болып соны білмейсіңдер ма? Короче, насвай деген ол... Короче, бастан тебетін, бастан ілетін, бұқ секілді, тоқтың бұғынан жасылған, және де известка қосылған. Шешесіз, жүрегім айнып кетті ғой. Короче, ана кішкентай кезде насвай бер деп айтады ғой. Типа әпшу бер деген сияқты. Сол насвай деген әпшу. В общем, менің айтарым, насвай атпандар сайбал. Мида ми қалмай қалады. Хотя жоқ мид не істейсіңдер шешесіз. Үйде жалғыз қалған кезде инстаграмға тіркеліп кетіңдер ши. Сен не біреуді тосып отырсың ба не? Жоқ, мүмкін болар. Зорлықшылар шығар бізді зорлап кетейін деген. О май гар, бұл енді не істейміз? Все просто, кинодағыдай істейміз. Ол қалай? Алақандағыдай. Барда оқтауды ал кел. Мә. Енді не істейміз? Зорлықшының өзін зорлаймыз оқтаумен. Потом сен мені кім деп жүрсің? Қара, мен де естіп алдым. Охота началась. Чатлақ тоқта, менде оружие жоқ қой. Ол жағынан не беспокойся. Менде үйдегі самый маманың мощный тәпішкесі бар, мә. Ал кеттік. Стоп! Бүркіт аға? Достар, енді үшінші. Пап! Пап! Не болды өлейін деп атқан мысықтар ұқсап? Мен андай сыбыс естідім. Қандай және де кімнен? Мамадан. Қандай сыбыс? Сен зарплата алыпсың ғой. Иә, и чо? Мен саған бір фокус көрсетін деген ғой, 20 мың теңге берші. Ал көрсет, мә. Ал енді қара. Ақалай. Көрдің ба? Базар жоқ. Енді давай мен ақшам қайтар. Қара, тағы бір фокус. Ақалай. Набала қайда кетті? Бер кеткесін біз ата насвай атақ болдым. Мен және де көт жыртқыш ұстаз. Ой, көтберген ұзақ қызы, кешіріңіз, мен өзім балаларымнан бір нәрсе сұрап алайын деген, ол соны сұрап алсам бола ма? Көт жыртқыш ұстаз, ренжімеңіз, бірақ бізде сабақ қой. Сөкпейді екен. Ол үшін балалар... Ағай, сонымен не болды? Сұрасыңыз тезірек. Сендер неге тышқа бармағасыңдар? 4 жақ бала барыпты ғой. Ну, солардың арасында мен болдым ғой. Чатлақ, мен наибай тетен деп атсың ба? Именно сен болған жоқсың. Ну, енді... Кетіңіз, болды, сабақтың 5 минутын кетіріпсаңыз етак. Өй, тоқтыңыз. Не үшін тоқтайды екен? Мен шкафқа тығып атқаныңыз не? Ой. В общем, Чатлақ, сенімен серьезный әңгіме болады қазір. Бұл қандай серьезный әңгіме? Сен еще насвай атады екенсің ғой. Жоқ ағай, аппен. Болды, мен сені ата-аналарына звондайын қазір. Жоқ ағай, звондамашы. Болды, звондайын деп отырмын. Алло, ой, дәріске келген. Алло,
көтімді яратпайсың мен. Чатлақ, сен не істеп жатсың? Қаям жеп отырмын. Мен де жейші? Стоп! Кәмпит жеп отырсың ғой сен. Бұл кәмпит емес, бұл китикат. Өзін жегенше бөле же демекші. Мен ондай нәрсе естіген жоқпын, өтірік ол. Неме сен тышқан сияқты кеміріп отырсың? Оның негізі былай жейді, қара. Атағым. Сен бітіріпсің ғой. Зато мен саған көрсеттім қалай жеу керегін. Сен кім екенін білесің ба? Кім? Жүнгөт. Мам! Не болды? Ана Жүнгөт менің китикатым жеп қойды. Бүркіт, сен трупсың. Хотя кішкене қалыпты астында. Free fire, free fire, free fire, free fire, free fire, free fire. Ат енді, ат әккене алысты. Менің аузымда нең бар, қазір таяқ жейсің. Не жейсем де тотақ жек қымырсын болды ғой. Сен еще боқтайсың ба? Ой! Балам бар, көр кім келді. Я бұл кім екен? Мен әскери қабылдау бөліміненмін. Маған поқ. Мына бала жынды ма? Аш. Ашпайын, мен әлі кішкентаймын. Біріншіден мен дайын емеспін. Екіншіден мен аяғым ауыр. Ой, то есть көтім ауыр. Вообще-то мен сені алып кетейін деп жатқан жоқпын. Онда кімді? Походу мені. Жо, сізді. Мені? Негізінде мен алып кетуге келген жоқпын. Мен сіздерге алып кеп беруге келдім. Нені? Кімді? Дүкенде заттарыңызды ұмытып кетіпсіз. Құдай сақтасын бәсе. Отағасы шық шкафтан саған емес екен. Шеше, сен батя тұрмақ өзім көтімді рет алды ғой. Жан. Шаймаш, мен ойнап жүр дейсің ба? Маған бала қарау керек, кір жуу керек, бетімді жуым керек. Қайтып. Чатлақ, немен прикол ұстапсың сен? Жоқ, прикол ұстаған жоқпын мен. Ұстап тұрсың ғой, көріп тұрмын ғой. Болды, мен шаршадым, мен кетемін айден. Пап, қайда кетейін деп отырсың? Магазинге. Не үшін? Нан алам, 10 жылдан соң оралам, давай. Қайтып келген қыз жаман демекші, сен вообще кемеге қойсыш болды. Неме етіп қарайсың маған? Бір рет осылай жасағанын жетеді, көтің қыста үйде отыр. Түй, бля, кетіп қалған дұрсет негізі. Неге? Балға мен шеге. Көтің тасқа еге. Кет үйден. Жарайды, не болды соншама, кетем? Мам! Мам! Баба! Құдай сақтасын! Не болды емен далада мысықтар перісіп жатыр ма десем? Не оқып балам? Туалетте отырып едім, біреу көтімнен чымшып алды. Да, ну на сонда туалетте бұжай жүр ма не? Походу анандай бұжай ғой деймін. Қандай? Голубой. Ондай бұжайлар болуы мүмкін емес. Қазіргі заманда бәрі мүмкін, жүр тексер келейік. Жүр енді тексер келейік. Жүр. Ла-ла-ла-ла-ла.